Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізді арнамызда тұтас тауық пісіретін боламыз. Міне экранда көрсетілген ингредиенттерді пайдалана отырып, біз осылардың барлығын жақсылап, бірінен соң бірін салып араластыратын боламыз. Келесі, енді бізде тауықты жақсылап сүртіп, құрғатып алдық. Оны противенге салып, үстін жақсылап тұздайтын боламыз. Және дайын болған соусымызды қосып, жақсылап жағып, қолмен ар жағында жетпеген жерлеріне жағып жіберуге болады. Және кейін ашылған, тазартылған картопты айналасына сеуіп тастаймыз. Және міне видеода көрсетілгендей бетін фольгамен жақсылап жауып пешке жібереміз. Және тауықты пешке 140 градуста 1 сағат пісіреміз. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де ас болсын.